бір ақымақ түс көріпті. Түс деген қазақта түлкінің боғы дейді. Түс көріпті. Түсінде оның әйелі кластасымен бірге боп қапты. Түсінде. Енді соны 1 жылдан бері сабап келатыр дейді. Ұрғанда талдырады дейді. Талып қалғанша ұрады дейді. Мен айтам, анау маньяк қой деймін, анау жынды ма, не болды анау? Жалпы жұбыңыздың, әйеліңіздің, күйеуіңіздің түсіңізде измена жасап жатқанын көрсеңіз, маған жортатын болсаңыз, оны қорқудың қажеті жоқ. Жақсылыққа жорим иншалла. Себебі менің жорымда ол солай. Измена түсі әйелдерге былайынан болады да, түсіңде күйеуің бір әйелмен жүрсе, онда ол күйеуің жалқау немесе миы ашып қалған болып жорылады. Неге олай жорылады? Түсіндірейік. Шын өмірде күйеуің измена жасаса, саған ол ұнамайды, жылайсың, жынданасың, ашуланасың. В общем, солай кетесің. Себебі оның өмірде сені әйел қылып алғаннан кейін ойлайсың, мен оның әйелімін, менің айтқанымды жасау керек, мен оның басты өмірдегі әйелі, жалғыз әйелі болуым керек деген. Ол саған внимание бөлу керек, сенің жайыңды жасау керек. Осы нәрселер сенің миың болады, ойларың. Барлық әйелдің ойы осы ғой. Ал енді еркектің измена жасауы саған внимание бөлуіне, жалғыз сен ғана оны әйел деп есептеуіне кедергі. Міне сондықтан сен өмірде күйеуіңе көп талап қойсаң, ананы апер, мынаны апер деп миын ашыта беретін болсаң, түсіңде оның саған измена жасап жүрген көресің. Неге? Себебі ол күйеу сенің талабыңды орындауға уақыты немесе миы жетпей жатыр ғой. Ал оған кедергі болған нәрсе, ол бастығымен ұрысып қалды, ол коллегалармен дұрыс болмай жүр, немесе машинесі бұзылып қалды да, соған запчасть қайдан табам деп миы ашып жүрде, оған сен талап қоясың. Сен ана жерді бүйте салмадың ғой, ананы алып берем деп едің, маған алып бермедің ғой деп проблеманы басына салып алсын. Ол деген Каспийден андай запчасть көріп жарамайды, ана жақтан запчасть 10 күнде келеді, ана жаққа 6 ай келеді, миы ашып соны тексеріп отыр. Сосын сен түсіңе осындай түс жібереді Алла тағала. Сен күйеуіңді мазалама. Ол деген тура измена жасаған хал сияқты. Қазір саған уақыты жоқ, саған миы жоқ. Ол қазір басты проблеманы өмірге қойып алды да, соны решать етіп алғанша, оған ол отключен саған деген түс жіберіп жатыр ғой саған. Өйткені әйелдер 1045 проблеманы ойлап жүре береді да. Бәрі айтады ғой, 1045 проблеманы ойлап, баланы садикқа апару, күйеуін тамағын өйту, жұмысқа үлгеру, анда тойға ана киімді киіп бару, шашыңды андай қылып прическа жасап бірдеңе, в общем, солай. Ал еркек адам бір проблеманы тауып алды ма, соған қадалады, соның түбін шығарғанша жүреді. Сондықтан измена көргіш әйелдер уайымдамай, осылай өздерін неғыл дейді, шүкір етіп, тәрбие етіп дегендей жүре берсін. Бұл әйелдерге ғана қатысты, еркектерге жеке айтатын боламын.